Құрылыс саласындағы нормативтік базаны жаңарту қажет. Өйткені техникалық құжаттар сонау кеңес үкіметінен сақталған қағидаларға негізделіп дайындалады. Бұл өз кезегінде инновациялық технологияларды қолдана отырып, заманауи нысандарды тұрғызуға кедергі болуда. Осыған орай өңірлік даму министрлігі тұжырымдама дайындап үкіметке ұсынды. Құжаттың салаға берер игілігі жөнінде әріптесім Мәншүк Мақсұтқызы тарқатады. Реформалау кезеңі құрылыс саласына да келіп жетті. Енді қазақстандық құрылысшылар көкпен таласқан мынадай нысандарды халықаралық негіздерге сүйене отырып салатын болады. Өңірлік даму министрлігі құрылысшылармен бірлесе отырып дайындаған тұжырымдаманы бүгін үкіметке ұсынды. Министрлер кабинеті құжатты бір ауыздан мақұлдады. Біздің қазір нормативтер кеңес уақытынан келеткен нормативтер. Ол деген жаңа технология мен жаңа материалдарды қолдануға мүмкіндік бермейді. Жаңа концепция. Ол деген жаңа халықаралық тәжірибеден алынған және кеден одағындағы бөтен мүшелерімен бірге Қазақстанда европалық нормативтерді қолданатын болады. Қазақстанның құрметті құрылысшысы, техника ғылымдарының докторы Меркен Сейтқасымұлы бұл құжат құрылыс компанияларының жауапкершілігін арттыруға септігін тигізеді деген сенімде. Себебі бүгінгі күні құрылыстың сапасы мәз емес. Су жаңа ғимараттың 2 жылдан кейін қабырғасы қақырап, едені сықырлайды. Ал бұған жауаптыларды табу мүмкін емес. Салынған ғимараттар кейбір жері бұзылып, сондай болып жатса, страхование жоқ бізде. Шетелде олар проекті да өзі архитектор болсын, инженер болсын, ол сондай страхование өткізеді. Ертең бір жері бұзылса, соның құнын алады страхованиеден. Ертең оның түріне қарап, ішіндегі не екенін білмей сатып алуға ол кедергі жасайды. Құрылыс саласындағы нормативтердің ескіргені Астананың құрылу кезеңінде қатты байқалған. Өйткені елордаға инвесторлар ағылған шақта заманауи ғимараттарды салу үшін әр нысанға арнайы техникалық құжат дайындауға тура келді. Бұл өз кезегінде қосымша шығындарға ұрындырды. Сондықтан саланы реформалауда құрылысшылар бір ауыздан мақұлдап отыр. Нам требуется реформирование строительной системы. Бұл бастаманы біз асыға күттік. Өйткені қолдауар нормативтер мен инновациялық технологияларды қолданып, құрылыс жүргізу мүмкін болмайтын. Бұдан қалды әкімшілік тосқауылдары бар. Бұл құжат енгізілсе, саланың дамуы әлдеқайда ілгері басатынына сенімдіміз. Тұжырымдаманы іске асыруды 3 кезеңге бөлу көзделген. Келесі жылдан бастап дайындық жұмыстар жүргізіледі. Ал 2025 жылға дейін жаңа нормативтік база толық енгізіліп бітпек. Мәншүк Мақсұтқызы, Мерей Сәветхан, Айтжан Отсыбаев, Астана.